қазіргі таңда әкімдіктің балансына өту бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Келісім шартты бұзу туралы келісім шартты бұзуға қол қойылды. Ендігі мәселе бұл жұмыспен тек 100% мемлекеттің ұсынысы бар мекеме айналысатын болады. Сол коммуналдық балансқа өткеннен кейін не өзгереді қазақстандықтар үшін, астаналықтар үшін? Енді оны қазір қоғамдық кеңеспен, депутат мәслихаттармен талқылайтын боламыз. Әр тараптардан ұсыныстары бар. Әзірше осы бағытта жұмыс жасайды. Әрі қарай өзгерістерді. Тұрақ сандары көбейе ме орындары, әлде қысқартасыздар ма? Тұрақ сандары қаланың өсуіне байланысты көбеюі мүмкін. Ал негізі тұрғын үйлер мен парктердің, саябақтардың жанындағы ақылы тұрақтарды алып тастау керек екені жайлы тұрғындар да, депутаттар да жиі айтады. Сол мәселені сіздер қарастырасыздар ма? Қарастырамыз, арнайы әр жауапты жеке қарайтын боламыз. Алынып тасталуы мүмкін ба? Алып тасталмауын қазір айта алмаймын, бірақ жеке. Сіз қалай ойлайсыз, ол дұрыс па негізі? Мысалы, жеке тұрғын үйдің ауласында ақылы тұрақтың болуы. Жеке тұрақтың арасында ақылы тұрақтың болуы дұрыс деп есептеймін, бірақ қазіргі таңда ол үйдің иелеріне жеке тұрақ тегін. Егерде ол үй мүлік ол тұрғынның атында болса, оның үйінде өзінің атына тіркелген көліктеріне тегін болады. Бірақ басқа ол үйге қатынасы жоқ біздің азаматтарымызға тұрақ ақылы болады.